Ал достар, біздер енді кубик рубикті жинауды бастаймыз. Бисмилля деп кірісеміз. Бұл кубик рубик жинау туралы дәрістерді біздер интернетте іздеп көретін болсаңыздар, жалпы қазақ тілінде жоқ сияқты. Мен өзім таба алмадым, шыны керек. Басқа тілдерде, айталық орыс тілінде, ағылшын тілінде және басқа да тілдерде бар екен бұны жинаудың дәрістері. Ал енді қазақ тілінде біздің бұл дәрісіміз бәлкім тұңғыш дәріс болуы мүмкін. Алдарыңыздағы мына кубик бағана көргендеріңіз сияқты емес. Қазір енді мына шашыраңқы қалпы. Мен тағы да кішкене көбірек шашылсын деп тағы да шашуға тырысайын. Себебі біз жинап жатқан кезде кейбір беттер қайта-қайта сәйкес келіп қалып жатпасын. Мына одан сайын шашыратуға тырысайық. Мына қалай осылай бұраймыз, шашыратамыз әбден. Мына енді осыны енді қалыпқа қазір келтіретін боламыз. Бірақ әрине бірінші бір қабатынан бастаймыз. Алдымен біздер бір түсті таңдауымыз керек. Осы кубиктегі бар түстердің ішіндегі. Мысалы, не қараны таңдауымыз мүмкін, мына нүктесін таңдаймыз, не көкті таңдауымыз мүмкін, не сарыны деген сияқты, не басқа да түстерді. Айталық, қара демей қойық, кез келген, мысалы үшін. Көк келді. Осы көк таңдайық, мысалы үшін. Олай болса, осы көкті таңдаймыз. Енді бірінші біздің жасайтынымыз көктің бетінде, көк бетте бізде не істейміз? Қосу белгісін жасаймыз. Қосу белгісін жасаған кезімізде, яғни мына жерде де көк болу керек, мына жерде де көк болу керек, мына жерде де көк болу керек. Бірақ мына көктің мына жағы қара болу керек, мынамен сәйкесу үшін. Яғни бір жағынан жинап жатқан кезімізде біздер екінші қабатының несін тастап кетуіміз керек. Жаңағыдай жолын тастап кетуіміз керек. Себебі екінші қабат жинаған кезде бізге көмегін тигізеді. Демек, біздер қазір қосу белгісін жасаймыз. Кәнекей біргелікте. Бұған енді ешқандай формуланы қажет емес. Кішкене басты қатырып, ойлана отырып, оны жасауға болады екен. Олай болса, кірісеміз. Мынау көкке біз не істейміз? Айталық, қызылды табайық. Қызыл мен көк келетіндей қылып. Қай жерде бар екен? Қызыл мен көк келетіндей, міне. Мына жерден байқадық. Осы жерге алып келеміз. Міне алып келдік. Міне қызыл мен көк. Бұл енді оңай кеп тұр. Ондай жағдайда біз жай ғана көтере салады екенбіз. Міне келді. Байқадыңыз ғой? Көк, қызыл. Осылай келу керек. Барлық жақтар осылай болу керек. Плюс қосу белгісін жасауымыз үшін. Енді келесі айталық, міне қара. Мына қараға демек мына жерде қара көк болу керек. Ол қайда? Мына жерде тұр екен. Бұны біз былай қарай түсіріп тастаймыз. Төмен түсіріп тастадық. Бізге ыңғайлы болу үшін. Оны алып келеміз, жаңа қараға алып барамыз. Қараңыздар. Бағанағыдай емес, кішкене қиындау тұр. Бұлай тұру керек еді. Ештеңе етпес. Бұндай жағдайда біз не істейміз? Мынаны бірінші мына жерге алып келіп, сосын сол жаққа бұрып, осындай қимыл арқылы жасаймыз. Алып келдік, мына. Алып келдік, енді бұны осы жерде тұру керек қой. Бірақ қазір жылжыса қайтадан орнына кетіп қалады. Сол үшін бұны мына жаққа жасырып қоямыз. Мына жерде тұр. Қазір оны қайтадан орнына алып келеміз. Бағананы қайтадан қалпына келтіреміз. Қалпына келтіргеннен кейін мынаны не істейміз? Алып келеміз. Міне. Байқадыңыздар ғой? Келді. Олай болса, міне. Енді келесі мынау сәбіз сары бетін жасаймыз. Сәбіз сары беттің көгі, қарасаңыз, мына жерде тұр, бірақ керісінше тұр екен. Демек, біз бұны не істейміз? Мына жақ бұзылмайды ғой, бұрасақ. Бұрап тастай салайық, былай қарай, міне. Бұрап тастадық, астына келдірдік. Дәл солай жасаймыз. Мына жаққа алып келеміз, сосын жасырамыз, қайтадан қалпына келтіреміз, қайтадан орнына қоямыз. Міне, алып келдік. Солға қарай жасырдық. Қайтадан қалпына келтірдік және мынаны тиісті орнына алып келдік. Қараңыздар, келді. Міне, енді ең соңғы жері қалған екен. Мына жер сары. Сары мен көк болу керек. Сары мен көгіміз қайда біздің? Сары мен көкті іздейміз. Міне, сары мен көгіміз мына жақта екен. Демек, мына жерде тұр екен. Бұны бұлай бұрай салған болмайды. Бұны асты қарай келтіреміз. Жоғары көтерген ыңғайлы болу үшін не істейміз? Көтереміз. Мына жаққа жасырамыз.
мынаны қайттан қалпына келтіреміз және оны алып келеміз. Міне байқадыңыздар, қосу белгісі жасалды және жандарды не бірдей болып тұр, мына нүктелермен бірдей болып тұр. Қара қараменен, қызыл қызылменен, сары сарыменен, сәбіз сарыменен бірдей болып тұр екен. Міне бүгінгі қазіргі жасағанымыз осы. Енді мынау келесіде біз мына бұрыштарын жасайтын боламыз.